Мен елім үшін барлық аязға да, суыққа да, қиындықтың баршасына төзуге дайынмын. Менің ата-бабам, алаштың ардақтылары, қаншама аязда, қаншама түрмеде, қанша жылдап қиналды. Нешелеген ғұмырын осы елдің болашағы үшін сарп етті, жанын берді. Алайда, мынандай заманда, менің елім үшін жаным ашымай, тектен-тек жүруім өте бір үлкен сын. Иә, мен қиналып жүрген шығармын. Алайда, оның барлығы менің болашақ ұрпағым үшін түкке тұрғысыз. Мүмкін қиналып өлермін. Ажал түбі жететін дүние. Ажалдан қашып құтылған ешкім жоқ. Сондықтан Құдайдың жазған бір күні бізге де жетеді-ау. Алайда, ертеңгі болашақ үшін, ұрпақ үшін менің үмітім өшкен жоқ. Сондықтан, бауырым, біз жастар үмітпенен алға қарай ұмтылып, елдің болашағын ойлау біздің басты парызымыз. Қаншама адам қиналып жүр, бірақ болашаққа қадам үшін көптеген қиындықтарды бастан кешуге тура келеді. Бауырым, бір-бірімізге бауырмал болып, бірімізді біріміз қолдайық. Мына қиын заманда ұлттық рухымызбенен ұлттық құндылықтарымызды сақтап қалуға тырысайық. Қош аман.